16 ғасырдың басында қазақ хандығы батыста Арал теңізіне дейін, шығыста Зайсанға дейінгі аймақта нық орныққан болатын. Қазақ хандығы көрші хандықтарға қарсы әскери іс-қимылдар жүргізіп, үздіксіз кеңею үстінде еді. Қазақ ұлысының оңтүстігінде Мұхаммед Шайбани басқарған Шайбан мемлекеті, оңтүстік шығысында Шағатай ұрпақтары билеген Моғолстан, солтүстікте Тайбұға ұрпақтары басқаратын Сібір хандығы болса, батысында Едіге ұрпақтарының қолындағы қуатты Ноғай ордасы орналасты. Жалпы бұл кезеңдегі Еуразия даласындағы саяси жағдай өте күрделі болды. Бұрынғы жошы ұлысының территориясында пайда болған Қырым, Астрахан, Қазан, Үлкен Орда, Қазақ, Ноғай хандықтары бір-бірімен тоқтаусыз ұрыстар жүргізіп, әр билеуші жеке дара билігін барынша күшейтуге тырысты. Батыста Қырым хандығы күшейіп, Үлкен Орданы талқандаса, шығыс Дешті Қыпшақта Қасым иелігіндегі Қазақ хандығы Ноғай мен Сібір хандықтарын ығыстырып, үнемі кеңею үстінде болды. Қырым ханы Менгілей Герей де, Қазақ хандығының билеушісі Қасым Сұлтан да бұрынғы қуатты Алтын Орданы қайта құрып, Дешті Қыпшақта жеке дара билеуді ойлады. Екеуі де 92 баулы Қыпшақ руларын қайта біріктіріп, Сарай Беркедегі Сайын ханның алтын тағын иеленуді мақсат тұтты. Осы себептен көрші хандықтарға қарсы жаулаушылық соғыстар жүргізді. 1502 жылы қырымдықтар Ахмет ұрпақтарын ойсырата жеңіп, Үлкен Орданы басып алады. Оған қоса Ноғай һәм Астрахан хандықтарына шабуыл жасап, оларды шығысқа қарай ығыстыра береді. Ал 1503 жылы Қасым мен Бұрындық ханның қосыны Ноғай мырзалары бастаған Маңғыт әскерін талқандап, ноғайларды Жайық өзенінің оң жағалауына, астанасы Сарайшыққа қарай жылжуға мәжбүр етеді. Аталмыш жорық нәтижесінде қазіргі Маңғыстау, Ақтөбе өңірлері Қазақ хандығына қосылып, хандықтың шекарасы Каспий теңізіне дейін жетеді. Осылайша 16 ғасырдың басында Ноғай ордасы күрделі саяси тоқырауға тап болды. Шығыста Қасым бастаған қазақтар оларды батысқа қарай ығыстырса, батыста Қырым ханы Мәңгілі Герей Ноғай ордасына жойқын шабуылдар жасап, Маңғыт билерінің берекесін қашырды. 1508-1511 жылдары көптеген Ноғай рулары мен ақсүйектері Қасымның жағына өтіп, қазақ атауын алады. 1508 жылы Қасым Сұлтан Ноғай мырзаларына қарсы кезекті жорыққа дайындықты бастайды. 30 000 адамнан тұратын әскер жасақтап, Ноғай ордасының шығыстағы еліктеріне басып кіреді. Ноғай мырзаларының әскерін талқандап, астанасы Сарайшық қаласын бағындырады. Нәтижесінде Қазақ хандығының жері Жайық өзенінің сол жағалауына дейін жетеді. Ал Ноғайларға батысқа, Еділге қарай ығысуына тура келеді. Қасымның манағы жеңісінен кейін көптеген Маңғыт тайпалары Қасымның, яғни қазақ хандарының билігін мойындап, қазақ атанады. Сонымен қатар 1508-1511 жылдары қазақ рулары солтүстікке қарай ығысып, қазақ хандығына қазіргі Қызылжар, Баянауыл, Торғай аймақтары қарай бастайды. Жалпы сол кездегі пост Алтын Ордалық хандықтар этникалық құрамы мен этникалық ерекшелігі жағынан бір тұтас болған. Бұрынғы Алтын Орданың негізгі халқы 92 түркі руынан құралатын. Бұл тайпалар бірігіп, Алтын Орданың негізгі халқын құрайтын. Өзбек ханнан кейін Алтын Орда халқы 92 баулы өзбек, немесе 92 баулы қыпшақ деп атала бастады. Ұлық ұлыстың негізін құраған тайпаларға Арғын, Қыпшақ, Қатаған, Найман, Керей, Жалайыр, Қоңырат, Алшын, Қият, Барын, Мың, Жүз, Маңғыт, Қырық, Сарай, Меркіт, Барлас және тағы да басқа 90-ға жуық ру тайпалар кірген. Мәселен, Қазақ хандығы құрылғанда алғашында оның құрамына Арғын, Қыпшақ, Найман, Керей, Жалайыр тайпалары кірсе, дәл сол уақыттағы Қырым хандығының этникалық негізінде Арғын, Қыпшақ, Маңғыт, Қырық, Барын, Шерин сияқты түркі рулары құраған. Мына суреттен Қырым түбегіндегі тайпалардың орналасу аймағын көре аласыздар. Ал жошы ұлысы құлағаннан кейін манағы 92 баулы Қыпшақ рулары әртүрлі хандықтардың құрамына еніп, бөлініп кетті. Хандықтардың атауы оны құрайтын рулардың этникалық ерекшелігіне байланысты емес, сол ұлыстың билеушілерінің есімімен аталады. Ол уақытта Қазақ, Ноғай, Өзбек атаулары ұлттың не жеке дара халықтың атауы емес, жай ғана саяси термин ретінде қолданылды. Мәселен, бұрынғы Алтын Орданың құрамына кірген кез келген ру тайпа Қасымның билігін мойындаса, онда Қазақ, Өзбек атауын алатын. Ал егер Ноғай бектеріне бағынса, сәйкесінше Ноғай атын иеленетін.
яғни ол кездегі қазақ, өзбек және ноғай атаулары жеке дара ұлттың аты емес, белгілі бір рудың қай билеушіге бағынатындығын айқындайтын саяси терминдер. Сол сияқты егерде Арғын немесе Қыпшақ тайпасы Қасымға бағынса, қазақ атанатын. Шайбани ханның билігіне мойынсұнса, өзбек атын еншілейтін. Ноғай, Қырым, Қазақ хандықтарын құрайтын рулардың этникалық жағынан ешқандай айырмашылығы болмаған. Аталмыш хандықтарды құрайтын рулар бұрынғы ортақ Алтын Орданың ұлты халқы. Салыстырмалы түрде Қазақ хандығын құрайтын рулар мен Ноғай ордасын құрайтын тайпалардың діні, тілі, дүниетанымы бірдей болған.